Географиялық қабық жер шарының біртұтас қабығы. Оның құрамдас бөліктеріне атмосфера, литосфера, гидросфера және биосфера қабаттары жатады. Олар бір-бірімен өзара тығыз байланыста болады. Олардың арасында үнемі тоқтаусыз зат пен энергия алмасуы жүріп отырады. Жердің ауа қабаты атмосфера. Ауаның құрамы 78,8% азот, 21% оттегі, 1% басқа газдардан тұрады. Атмосфера маңызды 3 құрамдас бөліктен тұрады: су буы, озон, көмірқышқыл газы. Атмосфераның қабаттары: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера және де экзосфера. Жердің тіршілік қабаты биосфера. Биосфера жер шарындағы тірі ағзалар таралған аймақ. Биосфера терминін ғылымға 1875 жылы енгізген аустралиялық ғалым Эдуард Зьюс. Биосфера, яғни тіршілік, литосфераның жоғарғы қабатын, атмосфераның төменгі қабатын, бүкіл гидросфераны қамтиды. Биосфераны құрайтын тірі организмдер екіге бөлінеді: флора мен фауна. Жердің су қабаты гидросфера. Жер бетінің 71%-ін, яғни 361 миллион шаршы шақырым жерді су алып жатыр. Жер бетінің 4/3 бөлігін су алып жатыр. Құрлық суларына өзендер, көлдер, жерасты сулары, мұздықтар және жасанды су қоймалары жатады. Жердің қатты қабаты литосфера. Жердің ішкі құрылысы 3 қабаттан тұрады: жер қыртысы, мантия, ядро. Ядро радиусы 3500 км, температурасы 4000 градусқа дейін жетеді. Сонымен бұл қабықтар өзара байланысып және бір-бірімен тығыз әрекеттесе отырып географиялық қабықты түзеді.